Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 117 сабақты өтетін боламыз. Математика. 3 сынып 3 тоқсан газеттен 2 рет аттап өту арқылы жазбыш көбейту және бөлу алгоритмі. Так, балалар, бірінші тапсырма мен екінші тапсырма бұлар ауызша болды. Сондықтан бұны ауызша да орындасақ та болады мұғалімдермен. Сондықтан қазір 3 тапсырмасын бір мен выстың көбейту және бөлу. Міне балалар, біріншісі баған түрінде орында деді. Міне сіздерге баған түрін көрсеттім, жазып алайық. Сіздерге 5 минут беремін. Міне балалар, высы баған түрінде орындады. Бұны баған түрінде орындаймыз балалар. Бұл бөлу. Бұны біз білеміз. Сондықтан мен сіздерге 964-ке дейін жазып бердім. Ал енді 4-ші тапсырмаға көшейік. Ой, балалар, мен шатасып кеттім, ана екіншісінен. Біз мен высы екен. Біз мынау бізде 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырмада есепті сұрақпен толтырып, оны сұрақтың бірнеше нұсқасын ойлайсыз. Музыкалық байқауға әрқайсысынан 18 адамнан тұратын 6 топ және әрқайсысынан 23 адамнан тұратын 5 топ қатысты. Музыкалық байқауға барлығы қанша адам қатысты, немесе музыкалық байқауға барлығы қанша топ қатысты. Онда балалар, бірінші біз жазамыз. 18 адамнан тұратын 6 топ, 18 адамнан 6 топ дейміз. Сосын 23 адамнан 5 топ, барлығы белгісіз адам. Сонда шешуіне 18 көбейту 6 тең болады 108. Сосын қасында 23 көбейту 5 тең болады 115. Сонда 108-ге 115 қосамыз тең болады 223. Сонда бізде барлығы 223 музыкалық байқауға 223 адам қатысты. Жарайды ма? Ал енді келесі 4-ші тапсырма. Міне балалар, 4-ші тапсырмада есепті теңдеумен көмегімен шағын автобуста 26 орын бар. Концертке баратын адамды 3 шағын автобусқа тең бөліп отырғызды. Концертке неше адам барды? X концертке барған адамды сіздерге қазір көрсетемін. Міне балалар, бір шағын автобуста 26 орын. 3 шағын автобуста белгісіз адам X деген түсінікті. Міне балалар, сонда жауабы жауабы концертке 78 адам барды. Онда келесі тапсырма қарайық. Келесі тапсырма балалар бізде 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада кесте бойынша өрнек қостық және жазулардың мәнін тап. Мен сіздерге құрып қойдым. Осыны көшіріп алыңыздар. Міне балалар, мен сіздерге жазып қойғам. Осыны көшіріп алайық. Міне балалар, 7-ші тапсырма. Бұл ең соңғы тапсырма. Осы тапсырмады жазып болдық па? Жарайды балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Міне балалар, назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар.